Good day, guys. How are you doing? What's the weather like today? How's the weather? Құрметті достар, сіздерде ауа райы қалай болып тұр? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен workbook'тағы 14-ші беттегі екінші жаттығуды талқылайтын боламыз. Алдағы уақытта ағылшын тілінен жақсы жетістікке жеткілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Берілген екінші тапсырмада fill in, have or has, then answer the questions. Have немесе has етістіктермен толықтырып сұрақтарға жауап беріңіз делінген. Have got және has got етістіктерінің қолданылуын есімізге түсірейік. Has got етістігі тек қана үшінші жақтың жекеше түрімен ғана қолданылады. Яғни he, she, it. He has got a cat. Оның мысығы бар. Басқа қалған жақтардың барлығында have got етістігі қолданылады. Екінші жаттығудың бірінші сұрағы берілген. Сондықтан екінші сұрағынан бастайық. Has your friend got a guitar? Yes, he has. No, he hasn't деп жауап береміз. Сенің досыңның гитарасы бар ма? Я немесе жоқ деген қысқа жауапты бересіздер. Үшінші сұрақта. Have your parents got a digital camera? Yes, they have. No, they haven't. Сенің ата-ананың сандық камерасы бар ма? Я немесе жоқ деп жауап береміз. Төртінші сұрақта. Has your mother got a handbag? Yes, she has. No, she hasn't. Сенің анаңның қол сөмкесі бар ма? Я немесе жоқ деп жауап береміз. Бесінші сұрақта. Has your friend got a skateboard? Yes, he has. No, he hasn't. Сенің досыңның скейтборды, скейт тақтасы бар ма? Я немесе жоқ деп жауап береміз. Have you got a bicycle? Yes, I have. No, I haven't. Сенің велосипедің бар ма? Я немесе жоқ деп жауап бересіздер. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырып жаза кетіңіздер. Сіздермен бүгін workbook'тың 14-ші бетіндегі екінші жаттығуды талқыладық. Алда жаттығуларды жүйелі салып тұруға тырысатын боламын. Пайдаларыңызға жарасын. Thank you, goodbye.